Құрметті достар, бүгінгі бағдарламамыздың қонағы елімізге белгілі актер Қажет Смағұл. Қош келдіңіз. Hoş gördük. Көңіл күйіңіз қалай? Көктемгідей. Бүгінгі сұхбатымыз еркін форматта өтсін. Барлық сұрақтарға шынайы жауап бересіз ғой? Көреміз, ол сұрақтарыңызға байланысты. Жақсы. Қажет Смағұл кім? Сізді қалай таныстырған ұнайды? Актер, жүргізуші, продюсер. Актер ғой, ең біріншіден. Қажет есімі жалпы көп кездесе бермейді, мағынасы түсінікті. Бұлай алып қарасақ, жалпы осы есімді кім қойды? Бұл есімді менің әжем қойған. Менің әкем үш қыстан кейін жалғыз ұл. Менің әкемнің әкесі адам соғысқа кеткенде әке іште қалған. Ол жалғыз ұл. Содан кейін сол жалғыз ұл өте ерке өседі әкем. Одан кейін әкем шешем екеуі үйленгенде 19 жаста қойдым екеуі. Сөйтіп 5 ұл туады. Бабушкам әрқайсысында біз анамызды ана деп айтып көрген жоқпыз. Әкемізді әке деп айтып тұрған жоқпыз. Өйткені біздің әкеміздің шешесі Мария. Сол кісіні мама дейтінбіз. Ол кісі өзі тышқыртып алады керек болса, өзі еркелетеді, бірақ ешкімге бермейтін бізді. Шешеміз қорқатын біздің қасымызға жақындауға. Ана ақырындап бүйтіп еркелетіп жатқанын сол үлкен анамыз көріп қойса, бабушка. Мынам баласы екен ғой деп, кәдімгі келекет тиісіп тастайды екен. Мамамызды апай дедік, әкемізді ағатай дейтіміз. Әкемізде, шешемізде сол кісі болады. Содан кейін, сол 5 жылдан кейін қыз туады. Оны Шынара деп қояды 71 жылы. Одан кейін 73 жылы мені Қажет деп қояды. Бірақ не үшін Қажет деп қойған, мен білмеймін, бірақ сахнада әзілдегенім бар енді. Залетный болдым деп. Ол қалжың, е, жалпы? Әрине әзіл ғой. Енді бала Қажет қандай болды? Туған жеріңіз, ата-анаңыз туралы бір. Енді мен өзім бұрынғы Семей облысы, қазір Абай облысы, Көкбөрік ауданы Үлгілі Малшы деген совхозда дүниеге келдім. 73-20 маусым айының 20 жұлдызында келген едік. Ой, біз сотқар болдық. Бір тентек бір болдық. Қандай тентектіктер болды? Ой, неше түрлі тентектер. Енді ойлашы, бірінші классқа бармай жатып, ОПГ создавать едіп, қасындағы көрші балалардың бәрін жинап, тетрадқа ұрлыққа түсу деген мәшінге. Өйткені ол кезде жоқ қой, ойыншық деген. 7 бала, үйде 7 ұл бір қыз. Әкеміз бен шешеміз қайсысын бірімізге неме алып береді, ол кезде ойыншық дейтін дефицитті ғой. Сол кезде сөйтіп сол балалар жинап ұрлыққа түскенбіз. Тетрадқа. Мектепті қалай оқыдыңыз? Жақсы оқыдыңыз ба? Енді ел қатарлы оқыдық ол кезде. Отличник болды. Таза 4-ке оқыдық. 4-імізде болды, 5-імізде болды, 3-імізде болды. Біз жақсы көретін сабақтар, ұнатпайтын сабақтар демекші. Ал енді өнер академиясына өзімнің алаңғасарлығымнан түсе алмай қалдым деп айтқаныңыз бар екен. Жалпы бұл қаншалықты рас? Толық 100% рас ол. Мен Семейден бір конкурсты ұтып, маған направление беріп жүрген алаңғасарлық қой сол. Өзім келіп ап, соң ағам академияға алып барды, сол жерде спец дейді, сол спецтен өтіп, болды, сен өтіп тұрған бала екенсің ғой. Ол аттестатын апарып, немеге барып, немете берді, тіркеле берді. Соң кейін ағам айтады, осында Алматыда қарсы алған. Аттестатынға деді, білмеймін, жындымсың, сен оқуға түсуге келдің ғой аттестатын. Ойланбаппын деп. Ол кезде мынау сотовый телефон деген жоқ. Бүкіл ауылға сол бір радиовизор соған сол жаққа звондайды айту. Ананың үйіне, мынаның үйіне деп сөйтіп айту бірдеңке қылып, бір туыстарымыздың үйіне звондап ағам, осылай үйге барып айтыңыздар, Қажеттің аттестатын салып жүрсін деп. Олар салып жүреді Көкбөктіден, ауылдан, районнан, Семейге келеді, Семейден бір Ташкентский пойызға салады, проводникқа береді айту. Ол енді өту керек, бірақ ағам как раз сол кезде Алматыда жоқ, тойға ма жеңгем екеуі бізге кетеді. Мен үйде жалғызбын, ол кезде үйде телефон бар. Сол үйге звондайды екен ауылдан.
барып қарсы алыңдар, осындай вагон, осындай поезд деп. Мен үйде жоқпын, көшеде лағып жүрмін. 19 жасар бала ғой, 17 жасар бала. Сөйтіп, пока айтып, бүйтіп болып, анаған звондап айтып, маған жеткен шейін, ол поезд өтіп кетіпті уже. Мгм. Қандай поезд, бір Құдай біледі, ол былай өтіп кетті Өзбекстанға. Содан іздедік, айттық, бүйтіп таппадық, сөйтіп оқуға алмай қалдым. Аттестат содан бері жоқ қой менде. Одан кейін жасатпадыңыз ба? Жасатпап, сол күйі қалды. Енді бұл шамамен 18-17 17 жас, жас, 90 жыл ғой. жалпы сол уақыт қайта айналып келсе, сол қателікті қайталар ма едіңіз? Жоқ, қателікті әрине қайталамайсың ғой, Мгм. бірақ өкінесің бе, өкінбейсің бе дегендер болады. Мгм. Мына жастық шағымды қайтып беріп қайтып өтсе деп мысалы. Мен өкінбеймін, өткен өмірім күшті өтіп жатыр. Жастық шағым вообще керемет өтті деймін де, өкінбеймін. Мгм. Енді біраз өкініштер бар. Студент болып көрген жоқпын деген. Мгм. Дипломы жоқ актер деп сынайтындар бар ма сізді? Білмеймін, бетіме біреу де айтып көрген жоқ осы уақытқа дейін. Міне 51-ге келеміз ғой биыл. Иә. Біреудің бетіне айтып көрген жоқ, сен актерсың, бірақ бетіме айтпаса да ол айтады ғой. Сырттай айтатындар бар еді. Әрине. Бұл біздің шоу бизнес дейміз бе, өнер саласы дейміз бе. Ол сондай ол. Айтпау мүмкін емес деп ойлаймын. Көре алмаушылық болады, Бар, иә. әрине бар. Ол бәрі жерде бар. Тем более өнер саласында. Бірақ бір-бірлеріңізге білдірмейсіздер. Бетіңе күліп тұрасың. Мгм. Білмеймін, өзімде жоқ. Жақсы. Өзімде болады, қуанамын. Жеке өміріңіз жайлы көп ести бермейміз. Бұрынғы келмейді. және қазіргі отбасыңыз туралы айтып берсеңіз. Бұрынғы отбасым менің алғашқыда бірінші әйелің Алладан деген рас екен. Мгм. Бірінші әйелім семейде, ол да актриса. Ұлымыз бар, ұлымыз үлкен, мынау менімен бірге. Осы 23-те менімен бірге бірінші толық метрді кино менімен бірге түсті. Мадияр Жакин Мгм. бар. Ал қазір жоқ ешкім. Қазір оған келетін сияқтымыз. Жалпы ұлыңызбен араласып тұрасыз ғой, өйткені бұған дейін айтыпсыз бір сұхбатта мен араласпаймын деп. Жоқ, ол араласпаймын емес, айту. Қазір Аллаға шүкір. Араласа бастадық, ақырын. Сонда қатты араласпаймыз, бірақ дегенмен де араласқанды қалаймыз. Звондасам көтеріп тұрады. Сізге дейін қазір көзқарасы қалай? Білмеймін, оны өзіне сұрау керек. Мгм. Ол үлкен жігіт, 22-ге келген азамат, өзінің бизнесі бар. Оны өзіне сұрау керек көзқарасқа. Мен қайдан білемін көзқарасын. Айту. Звондағанда ассалаумағалейкум, сәлеміңіз дұрыс. Қандай бизнес құпия болмас? Немен айналысады? Жоқ, құпия емес, айту өзінің бутигі бар екенін білеміз. Енді достармен бір ресторан ба, түнгі клуб па, сондай бірдеңке ашып отқандарын білетін. Білмеймін ары қарай. Мен ондайды сұрамаймын ғой. Өзі айтпаса оны немесе сұраймын. Айту, біреудің ала жібін аттамай, таза еңбекпен нәпақасын тауып отырса, сол дұрыс емес пе? Бір бағдарламада Тұрсынбек Қабатов қарызын толық бермеді деген едіңіз. Одан бері енді біраз уақыт өтті. Әлде де берешек па сізге 300 мыңдай ма бір ақша қалған сияқты? Мен сендерден қорқам бар ғой, журналистерден. Былай қойсаңдар, сендер кесіп аласыңдар да былай бұрып жібересіңдер. Мен ол жерде мысалы Тұрсынбекпен сол сұхбаттан кейін Тұрсынбек екеуміздің қарым-қатынасымыз үзіліп кетті. Ол жерде мен Тұрсынбекті жамандаған жоқ. Тұрсынбекке рахмет айтып отырдым. Ол жерде мынандай сұрақ болды. Ол 1 миллион ұтқан едіңіз ғой, соны толық алдыңыз ба деп. Жоқ, толық алған жоқпын, 700 мың алғанбыз, 300 мың қалды деп еді. Соны 300 мың Тұрсынбек қарызы екен, анау деп басқаша утрировать етіп, басқаша салып жүрген. Сіздердің әріптестеріңізге мен қатты ренжулім негізі. Мен негізі ойлағам, вообще енді сұхбат бермеймін деп. Бүйтіп бұрып алатын болса деп. Мен Тәкенге рахмет айтқан едім ол кезде. Осы Тәкең мені
үлкен халыққа, үлкен сахнаға шығарған деп. Шексіз алғысым деп. Оны үйді бұрып алып алып, ананы шығармай, мына жақта монтаж жасағанда ана жер шығарып жіберген. Тұрсынбек маған ренжіп. Хабарластыңыз ба сіз ренжіп? Әрине, енді Тұрсынбекпен өзі хабарласқан жоқ. Бірақ Тұрсынбектің адамдары бар ғой, өзіміз қаншама бірге жүрген кезінде, қаншама бірге бір дастархан нан алып жеп отырған адамдар. Тәкең былай ренжіп отыр. Конечно, ренжитін жағдай бар дедім, бірақ мен одан бері Тоқаны көрген жоқпын. Көрсем айтайын деген едім, бірақ одан бері қаншама жыл өтіп кетті, сонымен қалды. Кездескенде не дейсіз оған? Кешірім сұрайсыз ба сонда? Осындай Жоқ, жағдай кешірім болды деп айтасыз сұрағандағындай ба? емес, Тоқа кешірім сұрап бұл керек емес па? Аха. Қалай да болса оның уже өзінің ойы қалыптасты ғой, болды уже қаншама жыл өтті. Кешірім сұрауда да позна. Кеш деп ойлаймын. Бірақ дегенмен де енді бір Алланың өзі көзі дұрыс болсын. Тұрсынбекке ешбір ренжісім де болған жоқ менің. Немем де болған жоқ, қапада болған жоқпын. Сол анау миллионнан 700 мыңды алдым. 300 сол қарыз болып қалған деп әзілдеп отырған жерді қиып алған дұрыс емес деп. Жақсы, түсінікті. Ендігі сұрақ, әзіл әлемі театрындағы халықты күлдірткен, қатты күлдірткен енді. 5 монологыңыз. 5 монологым. Қандай монологтар ол? Ол сол балалық шаққа саяхат, ауыл кеші көңілді. Өзі 4-ақ монолог негізі. Негізі 5-еуде емес, е? 5-еуде емес ол. Есімде жоқ ол. Қаншама жыл өтіп кетті, 2016-тан бері, 2014-тен бері. Енді мынау салыстырмалы монологтар болды. Көне Совет өкіметі заманы мен қазір Қазақстанда. Монологтар біраз бар еді. Әйту қатты жарған енді анау мороженое мен ауыл кеші. Балалық шаққа саяхат деген. Сахнаға ішіп шыққан кез болды ма? Сахнаға ішпей шыққан кезің болды ма деген дұрыс сұрағың дұрыс болады ау. Солай ойлайсыз ба? Біз енді анау Совет өкіметі кезіндегі мектепті көрдік, соның сахнасын көрдік, сол жерде. Мен сахнаға бірінші рет 13 жасымда шықтым. Мен Төкей деген ағатайым жарықтық. Ең бірінші режиссерім, ең бірінші ұстазым сол кісі алып шыққан еді мені. Сонан 15-16 17 жасында қойдым, бір смотрға қатысамыз деп, областной өліп кетіп, маған уже дипломат атағын беріп. Сонда сол кісілер постоянно ішеді. Сахнаға дейін, сахна концерт болып отқанда, концерт деген. Солармен жүріп әбден үйреніп қалып сөйтіп шығып жүргем. Бірақ Тұрсынбекке келген соң қойылды ғой бәрі. Үлкен сахнаға, профессионал сахнаға келгенде ол қойылды, бәрі тоқтады. Енді бір қобалжып жағдай. Болады екен. Сондай кезде. Сөйтсем бәрі мына жерден ғой ол. Ана сөйтіп ойлаймыз ғой, ішіп алса қобалжықтың бәрі кетіп қалады, тіл байлығы ашылады деп. Жоқ, ол просто мына жерден. Қазір мысалы сахна тұрып былай да ішпейміз ғой қазір енді. Кезінде кішкене іштік қой. Қазір. Тойға шығып тұрасыз ба қазірде? Әрине. Енді құпия болмаса, енді біз көбінде бір естіген сөздерді де бір арқау етеміз ғой, кейбір сұрақтарға. Қажет Смағұл тек атағының арқасында той басқарып жүр дейді. Негізінде алған гонорарына сай емес дегендей де бір осы той саласындағы әріптестерінен естіп қаламыз. Сол қалай қарайсыз өзіңіз осы? Кім айтты оны десең? Қалай дейді? Ит үреді, көш жүреді. Мен сол атағым арқасында жүрсем, 91-де менде ешқандай атақ болған жоқ. Театршым егері жоқ болған кезде, тамада деген жоқ деген кезде, шоумен жүрген жоқ. 2000 жылдарда да той жүріп жүрдім. 2005, 2020, осы міне әлі күнге дейін. Ол 2020-ларда пайда болды ғой, тамада, мамада деген той бизнес деп. 2016 осылай. Оған дейін сонда неге айтпады деймді. Ол анау. Мен ондайды байқамаймын. Тойымды жақсы өткізді деген адамдар бар айту. Тойымды өткізе алмады деген адам жоқ. Гонорар қанша енді айтайықшы бір? Әрқалай менде конкретно Тұрсынбек осынша алады екен деп айтады ғой. Менде ондай баға жоқ.
Адамдын көңүлүнө карайсың. Бирок Адамдын эми бир жагдайына карайсың. мынадан төмен болсо эми бара албайм дейтин бир бага бар шығар, канча деген. Жок, эndi ондай баганды айтпайт да го. Мгм. Кээде болот тегинде чыгып кетебиз. Мгм. Міне мысалыға ертең Астана башайын деп отырмын. Өйткені досым Қажеке келіп тойымды өткізіп беріп, билетіңді алып берейін, қолыңа бір 100 мыңды ұстатып берейін деп. Бермесе де барар. Билетімді алып берсең болды. Мгм. Өйткені бұл Алладан ғой бұлдар. Оның емес наим. Мгм. Иә, болады, бизнесмендер де шығады, Атырау, Ақтаудан да шығады. Жақсы, ең көп алған гонорарыңыз тойда қанша? Мен Ақтау қаласында алдым, ең үлкен гонорар маған $5000 берді. Мгм. Сол ең үлкен гонорар. Осыдан 4 жыл. 4 жыл. Жоқ, 4 жыл емес. 19. Бірақ енді қазір қарапайым асабалардың да бағасын білеміз ғой, орташа. Бірақ енді сіз одан төмен шықпайтын шығарсыз. Мен айтып тұрмын ғой, маған қатып қалған баға жоқ. Мен адамның көңіліне қараймын. Өзім бағамды айтамын, бойбай. Енді өздеріңіз қанша дейсің деді. Маған анау бет албат бөтен адамдар келмейді ғой маған. Ол жастан шығып кеткенбіз біз. Бізге өзімізден баяғыдан біліп келе жатқан менмін деген өзіміздің баяғыдан араласып жүрген достарымыз бар, туыс ағайын бар. Солар келем шығады. Былай мен анау реклама жасап, той алам, айдау мынау, ондай жоқ. Жақсы, сен негізгі табыс көзі қайдан қазір? Неліктен той басқаруыңызға не себеп? Кино, реклама, жарнама. Жарнамадан келеді. Кішігірім өзіміздің ақында бір бизнесім бар. Табыс көздері бар. Аш емеспіз. Енді жақында осы бір заң шығып жатыр, жарнама жасайтын болса, блогерлер, танымал адамдар жарнаманы белгілеу керек деген сияқты. Жалпы үкіметке жаңағыдай налог төлеу деген сияқты. Қалай көзқарасыңыз? Ешқалай. Маған бәрібір. Дайынсыз. Төлейміз. Жарнама қандай заттарды жарнама жасамайсыз, және қандай заттарға жасайсыз? Ішімдік, біздің дінге қарсы келетін, сондай анау саясатты қозғайтын, ондай немелерге барам десең барады. Ондайларға бармаймын. Темекі шегетін анау біздің қазақтың болмысына тән келмейтін нәрселер жарнамаламайды. Негізі келеді, мысалы, анау казино, мазиноларды сразу басын тартамын. Ең бастысы, денсаулыққа пайдалы ма, денсаулыққа зияны бар ма? Халықтың қалтасына жететін нәрсе ме, халықтың қалтасына жетпейді. Көбінесе мен, мысалы, BB Partners деген компания бар. Сонымен қазір міне бір жылдай болып қалды. Договорда отырмыз. Сол кісілермен жұмыс істеп отырмыз. Одан болады, біреу магазинді жарнамалап берші. Сондай анау пайдалы. Тамақ десе, оның бәрін зерттейсің, өзің көріп алып, соңын бірақ жарнамалайды. Бір сторисіңіз қанша тұрады сонда? Жарнама. Әрқалай, оны көмекшілерім біледі, мен білмеймін. Мен айтып Қажеке, в общем, былай дейді, мынау былай дейді. Мен өзім салмаймын, сол көмекшілерім салады. Ал енді жақсы, жарнамадан басқа сұрақтарға ауысайық. Нұрлан Қоянбаевпен өмірде қалай араласасыз? Кездескенде құшақтасып амандасамыз, қалай, денсаулығың қалай? Былай айдайлап, Нұреке, қалайсың? Кеше қалай жеттің деген. Сонда қатты араласпаймыз енді, өйткені ол кісінің өз тіршіліктері бар. Менің өз тіршілігім, оның өз достары өзінде, менің достарым өзінде. Бұны не үшін сұрап отырмын? Жалпы бизнес по-казахски жаңа киносының соңғы 2 бөлімінен көрмедік сізді. Соны білгіміз келеді. Не себеп? Көбісі ұрысып қалдыңдар ма? Енді ана қызық халық деген. Айтады ғой, 5 адам отырса, 5 адамның ойы өзгеше болып тұрады. Бұл Нұрланның туындысы. Нұрланның ақшасына түсірілген. Бірақ сценаристер қалай көреді, қалай жазады, солай болады. Бұл Нұрланды немесе емес, менің де немеймін. Сценарий сүйген жазылды, ол Нұрланның киносы. Нұрлан өзі біледі, кімді шақырады, кімді шақырмайды.
Мгм. Қайта тәуба деймін де, ол басындағы 4-те 5-еуіне мен шақырдым. Мгм. Әр нәрсенің өз немесі болады. Оған мен біреу Нұрланмен ұрысып қалдым. Неге ұрысуымыз керекпіз? Ол кино. Киноны жазатын сценаристтер. Сценаристтер қалай жазды, солай болады. Ол жерде қажет бар, қажет жоқ бұл мәселе онда емес. Қаламына не түсті, идея қандай келді, қандай сценарий жазылды, солай болады. Бірінші 4-еуіне 5-еуіне түстім. Соны өзіне шүкір деп отырып. Мгм. Нұрланға ренжімейсің, немесін ренжімейді? Қайта Нұрлан болмаса менде мынандай танымалдық болар ма еді? Мгм. Барға қалай дейді? Қанағат, Жоққа сабыр. жоққа сабыр. Мгм. Енді бірнеше жыл бұрын егіз лебіз дейтін бағдарламада ән айтып шықтыңыз. Көрермендер тарапынан оң пікірлер бар. Дауысы тәп-тәуір, әжептәуір деген сияқты. Енді бір әншілік қырыңыздан көріп қалмаймыз ба? Жоқ. Эстраданы толтырып әншілер. Мынау мен кезінде өлең айтқым, айтып тұрдым ғой, жас болғанда Мгм. сахнада жүргенде ауылда. Эстрадада ойнадық, ойбай, смотрларға да қатысып, Мгм. біраз жүлделерді де алдық. Мгм. Одан кейін мынау театр ешкімге керек болмай қалған заманда ресторан бизнестер кетті. Сол кезде ресторанда отырып өлең айттық. Орысша, ағылшынша, итальянша, шансондар айттық. Мгм. Оның бәрі қалды артта. Бірақ енді өзім үшін өлең айтамын мен. Өзім үшін, мысалы, тойларға барғанда да, мысалы, өлең айтасың. Немесе қазір TikTok деген жақсы болды ғой, дамып Иә. келе жатыр. TikTok аппараттары бар, сонымен өзі TikTok Мгм. өз компаниясы подряд еткен бір аппарат. Сол TikTokта тұрып өлең айтып, сөйтіп отырамын өзім үшін. Мгм. Өйткені өлең айтқан ұнайды. Музыкалық топ құрдыңыз, иә, бұрын? Сол 2019-да ғой, құрып, регион 05 деп құрып, команда жинап, живой бенд дейді ғой, бенд құрып, бастаған едік, оған 20-шы жылы жабылып қалдық қой. Мгм. Деме, карантин басталды, 1 жыл карантин болып, бәрі әрқайсысы өз бетімен кетті. Содан кейін қойшы деді. Сол күйіп қалды. Мгм. Енді өзіңіз түсірген кино қаншалықты сізге табыс әкелді? Мен өзім кино түсірген жоқпын. Продюсер болдыңыз, иә? Жоқ, мен продюсер қыз. Кішкене қателесіп отырсыздар. Мгм. Мен кино түсірген жоқпын, мен кино түсірейін деп жүрмін. Мгм. Әлі түсірген жоқ. Бірақ бір киноға мен енді процент дейміз ғой. Мгм. Бір киноға сөйтіп процентке тұрған. Мгм. Ол кино жақсы өтті. Менің үйім қайда? Иә, менің үйім қайда өтті, жақсы шықты. Ол өзіме жылы сол кино өткені, ол кинода менің ұлым деп айттым ғой, Мадияр. Мгм. Бірінші киносын толық метрде бірінші өзінің беташар киносы болды. Ұлыммен бірге кинода болдық. 10 күн бірге болдық. Сол жағымен ыстықпен ол кино. Және де өзім үлкен үлес қостым. Сценарийға да өзім Мгм. Қанатпен бірге. Тез шығып, тез түсіріліп, тез біткен кино жеңіл. Мгм. Бірақ астары өте мол. Кім біледі, мүмкін оны екіншісінде түсіріп қалармыз. Менің үйім қайда 2 деп. Ол кезде де ұлыңыз түсе ма бірге? Әрине, бірақ оған дейін мен өзім кино түсірсем, Алла қаласа ұлға Мгм. басты рөлге соны түсіремін ғой. Сол 10 күннің ішінде не туралы әңгімелестіңіздер жалпы олай? Сырлар айтылып. Оны мына жерде көп ойлайды да, бүйтіп. Әке мен ұлым қаншама жыл араласпай, енді араласқан не айтты? Ештеңе айтқан жоқпыз. Ол айттым ғой, состоявшийся мужчина дейді ғой, мысалы. Оның өзінің тірліктері бар. Осы жақта Алматыда өзінің достары болды. Машина керек болса, машина беріп қоямын өз үшін. Өз достарымен өз квартира снимать етіп, пәтерін жалдап тұрып, өздері тұрып жатты. Мен ештеңеге кіріскен жоқпын. Ол қалай қылады, солай болу керек. Өйткені ол үлкен жігіт. Ол арақ ішем десе де мен үндемей едім, темекі шегем десе де үндемей едім. Қыздарға барам ба, анда барам ба, мында барам ба, не істеймін? Өйткені ол жігітте ол состоявшийся 22 жасында мен де сондай болғам.
маған ешкім айта алмайды мына істеп. Енді ақыл ретінде бересің, Мгм. ол ақылды ол қалай қабыл алады? Тек қана өзі ғана біледі. Үйленді ме? Жоқ, үйленбеген. Енді Мгм. үйленетін шығар, уақыты да келіп қалды ғой. Құда болып барасыз. Шақырса барасың, шақырмаса атаң басына барасың. Жақсы. Енді жалпы қазіргі жағдайыңыз қалай? Кредит деген нәрсе бар ма сізде? Аллаға шүкір, кредит вообще жоқ басымда. Вообще жоқ басымда. Бір кредит. Неге білесіз бе? М. Өйткені банк маған кредит бермейді. Неге? Кезінде кіріп алғанбыз ғой. Аха. Одан кейін әбден черный қылып атып. Айту төлеп, оның бәрін жаптым, бірақ қазір менде даже Каспий карта жоқ. Мгм. Ақшаны? Сол жақсы болды маған. Наличкамен сөйлесем, әлі күнге дейін совет өкіметі кезіндегідей. Сол жақсы болды деймін. Өйткені қазір кредит беріп жатқанда қазір кредитке батып жатыр едім. Мгм. Енді өзіңіз қатты өнерін бағалайтын Қазақстанда қазіргі уақытта топ 3 актер сіз үшін. Жас буыннан ба әлде жалпы ма? Жалпы. Енді жалпы мына жерде кино саласына келгенде, бұл кісіні айтып кетпеу мүмкін емес. Ол мастодонт біздің қазақтың киносында ең төрінде тұрған. Ол Асанәлі атамыз. Ол кісі жеткен деңгейге әлі ешкім жеткен жоқ. Мен үшін топ 1 сол кісі. Енді орта буыннан мен өзім бір жағынан ағам, бір жағынан досым бұл Жанбай Жанбаев. Керек образын бәрін алып шығуға. Жек көрінішті болсаң, жек көрінішті болып ойнап береді. Әнәндей қылыпсың, әнәндей қылып ойнап береді. Бұл профессионал дегенде совет өкіметі кезінен келе жатқан актерлардың бірі ғой. Қазір mesela 60-тан асты, бірақ түріне қарасаң жас жігіт. Өз-өзін ұстай білетін, елмен болсын, кіммен болсын, режиссермен болсын, площадкада болсын, қайсы болсын, өзін ұстап біледі, сөйлеп те біледі, өзінің бағасын да біледі. Бірақ бағамды біледі екем деп тәкаппарлығы да жоқ. Человек, которым приятно работать. Ол Жанбай Жанбаев. Және жас буындардан мына жерде топ 3-ке кіретін бұл. Мен үшін 2 актер тұр. Бір ол Очоу, Олжас Абай. Екіншісі Рүстем. Жанаманов. Жанаман. Вот екеуі сөз жоқ. Кез келген образды алып шығады. Тем более мен Рүстеммен де площадкада жұмыс істеп көрдік. Бір клипқа бірге түсіп. Ал Олжаспен тіпті вообще анау Мексикаға барып, базар жоқ Мексиканы түсіргенде екеуміз. Аға ана болып ойнағанда. Жас сөзден де керемет күшті. Түсінеді, ыммен жыммен түсінетін жігіт. Пасты да күшті береді. Партнерская работа керемет жақсы. Жалпы болашақ мен деген актерлардың бірі болып шығатын сол Рүстем мен Олжас деп ойлаймын. Жақсы, енді бір соңғы кезде Инстаграмда ерлерге арналған бір өнімді жарнамалап жүрсіз. Сол жаңа BB Partners деп айттым ғой мен. Сол компанияның Простатинор деген. Дәрі емес, сол витамин. Ерлерге арналған витамин өте. Әр ер азамат, 25-тен асқанда ер азаматтың әрқайсысына керек витамин деп ойлаймын. Өзіңіз ішесіз? Әрине ішеміз. Және де бәріне кеңес беремін де соны жүрген. Өйткені қазір біздің өкінішке орай жастарымыз слабы болып бара. Сол қуықтан, сол бүйрек, сол аденом. Өйткені жастарымыз көбі қайда жұмыс істейді? Базарда жүреді, анда-мында жылы киінбейді, жеңіл киініп алады, аяқтарына туфли, суық аяқтан өтеді. Аяқтан өткен ер азаматтың аяғына өткен суық қайда барады? Ол белге барып тіреледі. Ал ер жігіттің ең қай жері ол белі. Дұрыс емес пе? Сондықтан мынау мен жарнамалап жатқан витамин сол керемет жақсы. Біріншіден мынау қазір көп жастар балалы бола алмай жүр. Сол проблемадан, простатадан, аденомадан. Анау
кууктарын, немелеринин, уруктарынын слабыйлыгы, начарлыгы. Сону немени 100% кубаттандырат. Мисалы, зәриңди толук чыгарып өкөм бүйрөктөгү тастарды түзөт. Адынан простатага жол бербейт. Оны айта берсең өтө көп. Өзүңүздө ондай маселе жок. Аллага шүкүр сол. Бирок ішесіз. Мен күнүгө ішем. Күнүгө ішем. Профилактика ретинде, оны ауырған кезде гана эмес, профилактика ретинде ішіп отыру керек. Мен постоянно айтатым, сол жастарға, көмекшілердің бәріне айтам. Алыңдар да ішіңдер. Енді көбінің қалтасы көтермейді. Бір жылға кредит ал. 12 айға бөліп төлеуге болады ғой. Денсаулықты сен бөліп төлеп ала аласың ба? Ең біріншіден денсаулық. Мына орыстарда күшті сөз бар. Береги здоровье с молоду дей ме? Иә. Вот сондай. Қазір денсаулыққа қарамайды, біз жүгіріп жүрдік қой, қарамай. Әбден 40-тан асқа соң шыға бастаған кезде дедік. Сондықтан денсаулықты бала кезінен, жастық кезінен сақтау керек. Бірақ шүкір біздің жастар молодцы, қазақтың жастары бар. Біздің Қазақстанның жастары керемет оқыпты және ақыл тыңдай алады. Соңғы бар. Жаңа енді өзімнің киномды түсірейін деп жүрмін дедіңіз ғой. Иә. Қаржыны іздеп жатсыз ба? Білмеймін десең. Демеушілер қарап дегендей. Инвесторлар ғой. Бір-екі инвестор болып тұр. Енді көреміз енді қазір. Әне міне деп отырмыз. Әне міне биыл Алла қаласа, Алланың қалауымен биыл бастап кетуімізде әбден мүмкін осы көктемде. Қазір сол кездесулер, күніге анаумен кездесеміз, мынаумен кездесеміз. Кішкентай ақша емес қой, мысалы киноға ең аз кетеді дегенде 80-90 миллион кету. Комедиялық жанрда болады ма? Комедиялық жанрда. Комедиядан басқа ештеңе түсірмейміз, бірақ енді қазір бәрі комедия түсіріп жатыр. Сол комедияны бір ерекшеленіп түсірейін дегенім бұл кішкене экшн, төбелеске жақын болған соң экшн каскадерлар шақырып, сондай бір кино түсірсем бә деген ой. Кімдер түсуі мүмкін? Енді әуелі мен өз ұлымды деп отырмын. Ұлымды шақырып, басты рөлге сол мен өзім басты рөлге келмейтмей тұрмын. Мен вообще актер второго плана деген бар. Екінші пландағы актер. Ол менікі. Және көп осы қазақстандық актерлар және жылтын етіп көрініп жүр. Бірақ көп режиссерлар байқамай жүр ме, или әделеп болған жазып беретіндей бір роль таба алмай жүр ме, өз актердің өзінің шығарып шығаратын ролі болады. Нұркен деген азамат бар. Шымкенттің азаматы. Анау екеуміздің әзілімізде ұқсайды. Мен оның жарты сөзінен түсінемін. Ол мен жарты сөзін алып кетіп отырады да әзіл. Сол Нұркенді шақырсам ба деп отырмын басты рөлге. Өзім продюсер ретінде соң кейін. Жайдарманшы болды, ол жайдарманшы болды. Қазір біраз кинолар сол менің үйім қайда кішкентай эпизодтық рөлдер ойнайды постоянно. Анау бір главный, второстепенный деген жоқ ода. Әйтеу мен көрмеппін. Әйтеу эпизодтарда жүреді. Бірақ сол эпизодтың өзін жыртып жүру керек. Сол Нұркенді шақырсам ба деген. Басқа? Пока сол. Осы екен. Қалғандар кастинг шешеді, кастинг адамдар. Жалпы елімізде түсіріледі? Иә, осыны елімізде болғанда ауылда түсіреміз. Мен ауылдан шыққым келмейді. Өз түрімде ауылдық қой мен. Тәнімде, қанымда қазақ демекші, тәрімде, қанымда ауыл ғой. Ал енді уақыт бөліп келгеніңізге рахмет, Қажет аға. Құрметті достар, бағдарламамыздың демеушісі отандық өнім, капсуладағы саумал, BB Partners компаниясы өндіреді. Ең оригинал саумал. Тапсырыс беремін десеңіздер, төменде нөмірлері көрсетілген, хабарласыңыздар. Қолжетімді, ыңғайлы, 24 сағат сіздің жаныңызда. Саумал ішесіз бе, Қажет аға? Иә, мен саумал ішемін. Көбінесе мен ораза кезінде сумен мысалы аузына саумал ішемін. Жақсы, бағдарламаның атынан, сізге демеушінің атынан арнайы сыйлық, дәмін көріңіз, татып көріңіз, ішіңіз, шипасын көріңіз дегім келеді. Жақсы.
Енді Алла разы болсын, шақырғандарыңызға рахмет. Мынау бағдарламаңыз көрермендері, тыңдармандары, подписчиктеріңіз көп болсын. Мгм. Амин. Тек қана жақсылық болсын, сапалы, жақсы интервьюлар, сұхбаттар бола берсін. Мен деген Қазақстанның мықты адамдары сіздерге қонаққа келе берсін. Амин. Және де мынау саумалдарыңызға рахмет. Жақсы. Жақсы. Шипа болсын. Рахмет сізге.